Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен кино айтушы. Бүгін біз құлдық атты фильмге шолу жасаймыз. Фильмде ұрланған қыздарды шекара асырып, жыныстық құлдыққа сатады. Фильм Мексиканың қайнап жатқан күйбең тіршілігінен басталады. Оқиға бірден мексикалық отбасының ауласында өтеді. Адриана мен оның достары туған күнді атап өтеді. Адриана 13 жасқа толады. Ағасы Хорхе қарындасына велосипед сыйға береді. Әйел қызына велосипед жүргізуге тыйым салады. Жігіт киімін ауыстырып, қоршаудың ар жағында машинада күтіп тұрған достарына барады. Осы кезде Вероника Мексика қаласына ұшады. Оны досымен бірге әуежайдан туристік фирманың басшысы Вадим мен оның көмекшісі Мануэль қарсы алады. Олар турист қыздарды Лос-Анджелеске шығарып салмақшы, бірақ шекарадан өту үшін олардың төлқұжаттары қажет. Қыздар төлқұжаттарын береді. Көлік тұрақта Верониканы көлікке күшпен кіргізеді. Оның досы қашуға тырысады, бірақ көліктің астына түседі. Хорхе алаңда жаңадан келушілерге туристік көрнекі жерлерге баруға шақырады, бірақ олар оның қызметіне мән бермейді. Хорхе шетелдіктерге арналған жүзікшілер үйі бар екенін айтады. Шетелдіктер үнді пирамидаларынан гөрі жүзікшілер үйіне қызығушылық танытады, және ол келіседі. Жігіт туристі қаңырап бос тозығы жеткен көшелермен жүргізеді. Онда сыбайластары күтіп алып, туристі тонайды, тапаншамен қорқытады. Олар шын мәнінде су ататын ойыншық болып шығады. Кешке қылмыскерлер арам ақшаларын сыраханада жұмсайды. Таңертең қарындасы Хорхеге ашық хат жазып, анасы ұйықтап жатқанда велосипедпен серуендеуге барады. Қызды көп ұзамай қара көлік қуа бастайды. Қыз аңғал оны өткізіп жібергісі келеді. Олар қызды күштеп салонға сүйреп апарады. Таңертең Хорхе достарымен сырахана алдында отырады. Қызғылт велосипед мінген бала өтіп бара жатқанда жігіт қарындасына берген сыйлықты танып, велосипедті қуып жетеді. Жол бойында жатқан жерден тауып алғанын біледі. Хорхе ашық хатты тауып Адриананың ұрланғанын түсінеді. Олар ұрлаудың алдында орыс мафия тұрғанын білу үшін жергілікті билікке барып сұрастырады. Олар Хорхені жалғыз қалдырады және жігітке Нью-Джерсидегі құлдар сататын жерасты базары туралы айтады. Вадим Верониканың бейнекамералары бар бөлмеге апарады. Ол жерде оны қорқытып, құлатып зорлайды. Ол Америкаға көшудің жолын қалай іздеген және Мексика арқылы өту ең арзан болып шыққанын есіне алады. Сол бөлмеде Адриана бар. Мануэль оған және Вероникаға ауырсынуды басуға көмектесетін таблеткаларды береді. Әйел оны түкіріп тастайды. Хорхені Жеңгетайлар көшесіне тастап кетеді. Ол жерде ер адамдар қыздарды таңдауда. Қараңғы түскенше аймақты кезіккендердің барлығынан сұрайды. Көп ұзамай Вадим мен оның әріптестері тұтқындарды көшеге алып шығады. Олар қыздарды жүк көлігімен алып кетеді. Оларды тиеп жатқанда Хорхе жолдастарының көлігіне жүгіріп барып, артқы жағында тірі жүктері бар жүк көлігін қуу үшін оны алып кетеді. Вероника Адрианаға берілген таблеткаларды жеуге болмайтынын түсіндіреді. Дәрі емес, есірткі екенін айтады. Олар тоқтап, шекарашылар есікті ашады. Адриана олардың құтқарылғанына қуанышты, бірақ ол жай ғана қызға тапсырыс берген екен. Хорхе процесті берден бақылап, Мануэль құжаттармен келіссөздер жүргізіп, шекарадан өтіп жатыр. Содан кейін тұтқындарды суретке түсіруге мәжбүрлейді. Жігіт жүк көлігін қууды жалғастырады, бірақ кенеттен көліктің бензині таусылып қалады. Ол көз жазып қалудан қорқып қара жолмен жүгіреді. Олар қыздарды жертөледе жасырады. Жігіт дүкенде тұрып терезеден жүк көлігін байқайды. Жертөледе адамдар қалмаған. Бірнеше минуттан кейін бір көлік ғимаратқа келіп бір адам шығады. Ол Хорхенің жасырынып жатқанын байқамай жертөлені тінтиді. Тұтқын қыздар Мануэльмен бірге шекарадан жаяу өтіп, өзеннің арғы жағалауындағы өткелге өтіп, американдық шекарашыларға ұсталады. Қылмыскерлер жәбірленушілерге көп қозғалмауды, әйтпесе олардың отбасыларды зардап шегетінін ескертеді. Ұсталған қыздар түрмеде отыр. Мануэльді сыбайластарды шығарып алады. Вероника күзетшілерге олардың ұрланғанын айтқысы келеді, бірақ олар оның сөздеріне мән бермейді. Заңсыз өткен босқындарды көрсетіп, оқушыларды әкеледі. Оларды жақын арада Мексикада қайтарады. Жертөлеге келген Ри Америкаға қайтып келеді. Дүкеннің қасына тоқтап, рикшалғыштан күдікті жасырынып жатқанын естіп, Хорхені табады. Жігіт қашуға тырысады, бірақ Ри оны ұстап алады. Оны полицияға апара жатқанда, ол қарындасының ұрланғаны туралы және жүк көлігін қуып келгені туралы әңгімелейді. Кейін оңтайлы сәт келгенде Хорхе бөлімшеден қашып кетеді. Ри қайта келіп Нью-Джерси басқа бағытта екенін айтады. Ол жігітке бұл істе көмектесуге келіседі. Жолда жасөспірім жертөлеге неге келгенін сұрайды, бірақ Ри бұл туралы айтқысы келмейді. Мануэль тұтқындарды екінші рет шекарадан өткізеді. Тауда орнатылған крестің жанында дұға етуді ұмытпайды. Бұл жолы арғы жағында оларды күтіп тұрған шекарашылар емес, сыбайласы. Базарға барар жолда кәрі Сумарай Адриананы жалдайды.
кәрі қарт биік шөп өскен алқапқа алып кетеді. Кешке Нью-Джерси сәл қалғанда қылмыскерлер тұтқындардың біріне есірткі енгізеді. Рей мен Хорхе кафеге тамақ ішуге тоқтайды. Рейдің назары азиялық баласы бар ер адамға ауады. Оны құл саудагерлері дәл осы балаға есірткі енгізген. Бала бұрылғанда Хорхе оны таниды. Ол қарындасымен бірге тұтқындар арасында болды. Бозбала оларды іздеп көлік тұрағын айналып жүгіріп жүргенде кезекші полиция тоқтатады. Рей жігітке менімен жүр дейді. Осыдан кейін олар азиялық бала мен ер адамды көреді. Хорхе ер адамды ұрғысы келеді, бірақ Рей оған балаға қара дейді. Ал өзі күдікті азғынды әжетханада тергейді, бірақ ол басқа тұтқындар туралы білмейді. Рей оны полицияға қалдырады. Олар интернет-кафеге барады. Ол жерде Рей педофилдің аккаунты арқылы жетекшінің тексереді. Ол адам саудасы сайтына барады. Хорхе ұсынылған профильдер арасында оның қарындасы бар екенін көреді. Ол алдағы аукционда саудаға қойылғанын байқайды. Рей ақпаратты әріптесіне береді. Ол зерттеу жүргізіп, ұйымдастырушылармен байланыса алады. Бірақ Хорхе нәтижеге разы емес. Сондықтан сауда басталғанға дейін Нью-Джерсиге жету үшін жасөспірімге рөлге отыруға рұқсат береді. Қылмыскерлер қонақ үйде түнеп шығады. Тұтқынға таблеткалар қабылдауға мәжбүрлейді. Таңертең аукцион жоспарланғаннан ертерек өтеді және Адриано келесі сатылымға шығатын болады. Олардың өтетін жерге жетуіне 1 күн қалды. Бұл таңертең ерте жолға шығуымыз керек. Ұйықтап болғаннан кейін Рей рульде Хорхенің орнына отырады. Құл саудагерлері дәретханаға тоқтайды. Бұл сәтті пайдаланған Вероника Адрианоны оятып қашады. Қылмыскерлер оларды фургонмен қуады. Қашқан қыздарды қандай да бір ұлттық шеру өтіп жатқан қалаға келеді. Вероника қызды полицияға жібереді, ал ол телефонға жүгіреді. Ол Польшадағы туыстарына қауіп туралы ескерту үшін қоңырау шалуға тырысады. Бірақ агенттегі адамдар оның ұлын құжаттарымен бірге алып кеткенін белгілі болады. Адриано қылмыскерлердің көлігін байқап Вероникаға айтпақшы болады, бірақ ол абдырап қалып қозғалмайды. Қылмыскерлер оларды тағы да ұстап алады. Мануэль әйелге оның барлық қателіктерін міндетті түрде ұлына әсер етеді деп қорқытады. Верониканы жазалау үшін оны қаңырап бос жатқан жартасқа апарады. Сонда оны ұрып соғуды жоспарлайды. Бірақ әйел басқаша шешім қабылдап, жай ғана жартастан секіреді. Нью-Джерсидегі түнгі жаңбырда бір-біріне мүлдем қарама-қайшы екі көлік асығады. Мануэль Адрианоны бір үйге әкеледі. Үй иесі Лаура есімді әйел қызбен сөйлеседі. Лаура қалған тауарлардың қайда екенін сұрайды. Жолда біреуін жоғалду сіздің қалтаңызға ауыр тиеді. Лаураның айтуынша Вадим қол астында қызметкерлерінің салғырттығынан көп ақша жоғалтты. Рей мен Хорхе қалаға жеткен соң қонақ үйге кіреді. Ол қауіпті құқық қорғау бизнесіндегі әріптесіне барған кезде жасөспірімдерді бөлмеде қалдырады. Ол заңсыз мәмілені бұзу үшін басшыларға жүгінеді. Қонақ үйге оралған Рей биліктің Хорхенің қарындасын құтқаруға көмектеспейтінін түсінеді. Сондықтан ол жинаған ақшасының бір бөлігін алуға әйеліне қоңырау шалады. Ол жоғалып кеткен қызын тапқанын айтады. Хорхе Рейдің әңгімесін тыңдап, шынайы оқиғасын сұрайды. Рей көңілдесі болғанын, әйелмен ажырасқанын, одан кейін көңілдесінің нашадан қайтыс болып, қыздың әкесі сенсің деген хатты тапқанын айтады. Кезінде анасы нашақор, ақшаға мұқтаж болып, қызын сатып жіберген. Кейінірек интернет-кафеде Рей мен Хорхе аукционға қатысады. Жасөспірім бірнеше рет ұсынысты жоғарылатып, аукционның аяқталуына санаулы секундтар қалғанда олар жеңіске жетеді. Артынан ұйымдастырушылар хабарласып келісім туралы ақпарат береді. Рей Мануэльмен көлік тұрақта кездеседі. Рейге қызды алу үшін қылмыскердің көлігіне ауысу керек. Бірақ ол Хорхе тығылып отырған есікті ашып үлгереді. Хорхе тығылған жосалғышта жасөспірім олардың артынан көлікпен Лаураның үйіне барады. Үй иесі Реймен сөйлеседі. Ол Мануэль ақшаны санап жатырғанда сатып алушының полицей еместігіне көз жеткізу үшін Лаура өзінің көзінше қызбен жыныстық қатынасқа түсуді талап етеді. Мануэль оларды жоғарғы қабаттағы бөлмеге апарып құлыптайды. Рей қызға ағасымен бірге келгенін айтады. Қыз дәлел қалдыру үшін қолын кесіп көрпені қанға бояйды. Оларды тексеруге келген Мануэль байқап қояды. Бұл көргенін Лаураға айтпақ болғанда, Адриано оған Верониканың көктен бақылап тұрғанын есіне салады. Ол үшін өмірде кем дегенде жақсы нәрсе жасау әлі кеш емес. Қиын ойларда қылмыскер төменге түседі, ал бастыққа бәрі жақсы екенін айтады. Рей мен қыз баспалдақпен төмен түседі. Лаура Мануэльге оларды көлікке апаруын айтады. Бірақ үй сыртында Хорхе темір ұстап күтіп тұр. Ол қылмыскерді ұрып талдырады. Сол кезде Рей Лаураны бұрын қайдан көрген туралы ойлайды. Үй иесі мылтықты Рейге кезенгенде арнайы жасақ үйге жақындап келеді. Оның амалы жоқ екенін түсінеді. Хорхе қарындасын құшақтап жатқанда полиция жертөледен басқа да тұтқындарды жасырын бөлмеден табады. Рей мексикалықтарды жауапты адамдарға тапсырады. Ақыры үнемделген $30,000 беріп, бұрынғы қарақшы осы сәтті пайдаланып көлігіне ақшаны кері лақтырады. Рейдің жанын қинайтын бір ғана сұрақ қалды, бірақ оған жауап іздеудің орнына ол мысықты әйелдің үйіне апарады. Ұшақ Хорхе мен Адрианоны Мексикаға жеткізеді.
Қыз шіркеуде анасымен кездеседі. Жас жігіт бастаған ісін аяқтауға барады. Ол құл саудагерлерінің бастығы Вадимді тауып өзін құртады. Хорхе кетіп бара жатқанда қылмыскердің кішкентай ұлының айқайы оны тоқтатады. Ол бұрылып камераға өкінішпен қарайды. Фильм бойынша қысқаша ескертумен аяқталады. Жыл сайын әлем бойынша 50-ден 100 мыңға дейін адам ақш-қа сексуалдық құлдық үшін тасымалданады. Миллионнан астам адам проблеманың бар болуына қарамастан, оның шешімі әлі табылған жоқ. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.